Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Таргулаев, студияда Ертай Райымбек. 1-ші қыркүйек білім күні қарсаңында Тараз мемлекеттік университеті студенттер үшін тағы да есігін айқара ашты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жыл сайын университет ұжымы Мұхаммед Хайдар Дулати ескерткішінің алдында мыңдаған 1-ші курс студентін жылы лебіздермен қарсы алады. Бұл мерекеге құрметті қонақтар шақырылып, студенттер назарына концерттік шоу бағдарлама ұсынылады. Салтанатты шара барысында Тараз мемлекеттік университет ректоры Махметқали Сарыбеков студенттерді білім күнімен құттықтады. Университет ректоры өз сөзінде талантты жастарды қолдау және шығармашылық қабілеттерін шыңдау университет ұжымының басты мақсат екенін атап өтті. Біздің республикамыздың өркендеуіне, егемендігінің дамуына қосқан нақты үлестеріңізді қабылдаймыз. Жылдан жылға біздің университеттің студенттік кабинетінің сапасы жақсарып жатыр. Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы Рахметілді Рахманбердиев шараға жиналғандарды мерекемен құттықтап, университеттің жетістіктеріне тоқталды. Тараз мемлекеттік университеті облысымызда ғана емес, бүкіл оңтүстік өңірдегі жоғарғы білім беру саласында өзінің көшбасшы болуы бәрімізді қуантуда. Университет ректоры мұнай-газ факультетінің 1-ші курс студенті Никита Самойленко мен гуманитарлық әлеуметтік ғылымдар факультетінің 1-ші курс студенті Салтанат Букышеваға студенттік билетпен білім кілтін тапсырды. Никита мен Салтанат барлық студенттер атынан студенттік ант берді. Университетіміздегі экономика және бизнес факультеті өздерін жоғары білікті экономистердің, менеджерлердің, қаржыгерлердің ұстаханасы ретінде әлдеқашан дәлелдеп қойған. Облыстағы және көршілес өңірдегі қаржы саласында еңбек етіп жүргендердің көбісі осы факультеттің түлектері. Жаңа оқу жылы факультет үшін жағымды жаңалықтармен басталды. Ел экономикасының болашағын даярлайтын факультет жаңа ғимаратқа көшті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жаңа ғимараттың ашылу салтанатына өңірдегі ірі кәсіпорындардың жетекшілері, қаржы саласының мамандары және факультеттің профессор-оқытушылар құрамы қатысты. Ғимараттың алқызыл лентасын қиған соң, шара қонақтары кешеннің ішін аралап көрді. Кешенде факультеттің 5 кафедрасына арналған 10 компьютерлік сынып және салалық кітап қоры 10 мың дананы құрайтын кітапхана бар. Сонымен бірге жаңа ғимаратта студенттерге тәжірибе алаңы ретінде Нұрбанк пен Цеснабанктың бөлімшелері де бар. Жаңа оқу ғимаратында факультеттің негізін салып, ондағы маман даярлау ісіне өлшеусіз үлес қосқан Алданыш Нұрымов пен Ерғали Өркіншевтердің атын алған арнайы оқу кабинеттер пайдалануға берілді. Оқу ғимаратын аралап шыққан соң университет ректоры Махметқали Сарыбеков шараға арнайы қатысқан бизнес өкілдерімен және банктердің жетекшілерімен кездесу өткізді. Басқосу барысында бірқатар азаматтар мен азаматшалар жоғары оқу орнының дамуына қосқан үлесі үшін арнайы алғыс хатпен марапатталды. Өз кезегінде жаңа оқу жылынан бастап жаңа ғимаратта оқитын 4-ші курстың белсенді студенті Бекболат Қайыр да университет басшылығына алғысын жеткізді. Я знаю, что не каждый университет... Кез келген оқу орнының факультеттеріне мұндай бөлек ғимарат ұсынуға мүмкіндігі бола бермейді. Ал біздің экономика және бизнес факультеті осындай мәртебеге ие болып отыр. Ертай Райымбек, Ласкер Қарабеков, Таргулаев. Университет тынысы газетін атаулы күнмен құттықтаймыз. Төл басылымымызға биыл 20 жыл толып отыр. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бүгінде оқу ордамыздың әрбір жаңалығын ортаға салып, оқырмандардың сүйікті басылымына айналып үлгерген университет тынысы газетінің жарыққа шыққанына 20 жыл толып отыр. Университет өмірінің қызығы мен жетістіктері жарияланатын бұл газет ұжымында бір топ журналистер табанды түрде қызмет етіп келеді. Университет тынысы бұл ұзақ жылдық тарихы бар газет. Оның ең бірінші саны 1996 жылдың қыркүйек айында жарыққа шыққан. Ал алғашқы редакторы Ғабит Тұяқбаев газет ұжымын 10 жылдан аса уақыт басқарды. 2010-2015 жылдар аралығында газет Ғалия Боранбаеваның жетекшілігінде болды. Бүгінгі таңда бұл басылымды облысымызға белгілі журналист Болат Мауленов басқарып отыр. Газеттің жарыққа шыққан уақытынан бері оның тек басшылары ғана ауысып қойған жоқ. Уақыт өткен сайын дизайны өзгеріп, көлемі және таралымы да ұлғая түсті. Алғашқы сандары 2500 таралыммен шықса, 2002 жылдың қыркүйегінен газет түрлі түсті болып жариялана бастады. Ал 2013 жылдан бері газет бетінің саны 8-ге көбейіп, таралымы 2000 дана болды. 20 жылдық мерейлі мерекесі қарсаңында университет тынысы газеті редакциясына шығармашылық табыс тілейміз. Жазарларыңыз көп болсын, университет өмірінің жаршылары. Газетті қызықты ету үшін біздің шағын шығармашылық ұжымымыз қолдан келген барлық жұмыстарды атқарып жатыр. Жаңа рубрикалар ашып жатырмыз. Мысалы, біз Тармуда түлеп ұшқан деген рубрика аштық.
Вот я желаю сотрудникам Газет ұжымына шығармашылық табыстар тілеймін. Университет тынысы газеті оқытушылар мен студенттердің сүйікті басылымына айналатынына сенімдімін. Университет тынысы газетін 20 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Газеттің өсіп өркендеуіне тілектеспін. Университетіміздің технологиялық кешені алдында бір топ голландық студенттер өздерінің алғашқы электрлі Storm мотоциклінің таныстырылымын жасады. Storm and Hover жобасының аясында әлемді 80 күннің ішінде саяхаттап шығуды жоспарлаған өнертапқыш студенттер бүгін Тараз қаласына табан тіреген болатын. Мотосаяхатшылар Қазақстанда тек Тараз және Алматы қалаларында болуды жоспарлаған. Шерушілер құрамы 25 үздік студенттен тұрады. Олар әлемді 80 күннің ішінде экологиялық таза электрлі мотоциклмен аралап шығуды жоспарлап отыр. Голландиядан басталған саяхаттың Қазақстан арқылы өтетін бөлігінде саяхатшылар тек Тараз және Алматы қалаларында аялдайды. Голландық студенттердің Тараз қаласында мотоциклінің таныстырылымын ұйымдастыруды Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті басшылығы қолға алды. Өз кезегінде бұл Тараз мемлекеттік университеті үшін голландық жоғарғы білім беру кеңістігіне танылу мүмкіндігіне жол ашады. Оның үстіне экологиялық таза электрлі мотоциклді ойлап тапқан өнертапқыш студенттер өз топтарын техниканың тілін түсінер жастармен толықтыруға ниетті. Жобаның әлемнің әр түкпірінде демеушілерде жетерлік. Пайдалы қазбалар уақыт өте келе сарқылады. Әлемде болашақта көлік қатынас құралдары тұрақты және экологиялық таза болмақ. Электрлі транспорт түрлері бүгінгі күні қазіргі көлік түрлерін алмастыра алады. Storm компаниясы алғашқы электрлі мотоциклін әлемдік саяхат жасау арқылы электрлі транспорттың әлеуетін арттыруды көздейді. Келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Қош аман сау болыңыздар.